18.000 ғаламтор. Бүгінгі видеода каналымның көрермендерінің бірі роликтерінің бірінде қалдырған комментарий туралы болмақ. Яғни, Аннабель қарғыс атқан қуыршақ туралы видеоның астында қалдырған шынайы өмірде орын алған оқиғаны сіздерге оқып беремін. Әлі есімде. Жасым небәрі 4-5 жас аралығында. Ол кезде ұмытпасам 1979-1980 жылдары болуы мүмкін. Біздің бірінші ескі ауылдан 8 шақырым жердегі станция ауылымыз бар болатын. Сол станция ауылымызға көшіп келгенбіз. Бүкіл ауыл тұрғындары сол станцияға көшіп келген. Тек ескі ауылдардың жұрты ғана қалған еді. Станция ауылымыз бірінші ауылдан 8 шақырымдай жеріне орналасқан. Көбі ескі үйлерін бұзып алып кеткендер де бар. Негізі біз баяғыда көшіп кеткенбіз. Тек ескі үйдің материалдарын ақырындап әкетіп отырдық. Сондай бір мезетте нағашыммен бірге ат-арбамен ескі үйдің материалдарын бұзып алуға еріп барып едім. Бірінші ауыл, екінші ауыл деп атап жүре береміз. Ал негізі ол бір ауыл ғой. Тек екінші ауылда поезд темір жолдары және элеваторы бар болатын. Сондықтан Завод Зерно деп аталып кеткен. Ал бірінші ауылдың атауы Аймақ болатын. Қазірде сол екінші ауылымызда солай аталып жүр. Сол бірінші ескі ауылға ат-арбада мен нағашы ағаммен барғам. Нағашым ескі үйдің ұсақ түйектерін, материалдарын бұзып алып жатқанша, мен көрші тастанды үйлерді аралап жүрдім. Кенет бір ескі үйдің ішіне кіргем. Онда бүтін қуыршақ жатты. Мен оны көтеріп алдым. Сосын одан шығып бір басқа үйге кірдім. Онда бір бұзылып жатқан пештің бұрышында көздері жоқ қуыршақ отырған қалпында маған тік қарап тұрғандай түйілді. Менің бойымды үрей қорқыныш билегендей болды. Тез бұрылып шығып кетейін деп ыңғайлана бергенде әлгі қуыршаққа тіл біткендей менің атымды атаған сияқты болды. Мен жалт қарағанда ол түрегеп тұрып маған мені де бірге алып кетші дегенде естілді. Артыма қарамай далаға қашып шықтым. Артыма қарасам сол соңымнан еріп келе жатты. Құдды біреу оны қолдарымен ымдап жүргізіп келе жатқандай. Бірақ өзі көрінбей тұрғандай болды. Мен айқайлап жүгіріп шықтым. Бірақ бүтін қуыршақты сонда да қолымнан тастамай қашып келемін. Менің жан ұшыраған даусымды естіп, айқайлап жылап жүгіріп келе жатқанымды көріп, нағашым ана жерден қасыма жүгіріп келді. Сосын менен не болды деп сұрап жатты. Мен ескі бір үйде қуыршақтың дауыстап артымнан еріп келе жатқанын айттым. Ол дереу мені тыныштандыруға тырысты. Содан артыма қарағанымда ана жерде көрінген қуыршақ жерде құлап жатқанын көрдім. Содан біраз уақыттан кейін тұла бойым жеңілдеп қалды. Өзіме келдім. Бірақ дірілдеп тұрдым. Нағашым ол қуыршақ емес, шайтан екенін айтты. Және рұқсатсыз енді еш жерге бармауымды ескертті. Қолымдағы қуыршаққа қарап, оны қайдан алдың деп сұрады. Ал мен қорыққанымнан ол қуыршақты қашан және не себептен алғанымды есіме түсіре алмай қалдым. Мен қайдан алғанымды түсіндіргенде, ол дереу маған қуыршақты лақтырып жіберуді ұсынды. Және дереу сол сәтте сол қуыршақты лақтырып жібердім. Содан біраз уақыт өтіп, жақсы болып қалдым. Дірілдегенім де басылды. Және соңынан түкіріп жібердім. Содан соң нағашымның соңынан қалмай жүрдім. Ол керекті заттарын ат-арбаға артып алып, мені мінгізіп алды. Біз жолға шығып үйге қарай беттедік. Құдай сақтасын. Қазір мен өзім анамын. Балаларыма да ондай жерден жатқан ойыншық немесе қуыршақтарды термей жүру керек екенін ескертіп отырамын. Қазір балаларым үлкен ұл қызым бар. Шүкір, ер жетіп қалды. Құдайға шүкір, ризамын мені қорғап сақтап қалғанына. Мыңда бір шүкір айтқым келеді. Қазір өзім сондайды көрсем шошып тұрамын. Ондай нәрселерден қолыма ұстамақ түгілі метрлеп жүремін. Қазір сол жылдарды есіме алсам таң қаламын. Жын шайтандар әлде қашан тасталған үйлерді аралап жүреді екен. Және қуыршақтарға кіріп кететіндеріне кәміл сенемін. Ал егер сіздерде шынайы өмірде орын алған мистикалық қорқынышты оқиғаларыңыз болса, комментарийда бөлісіп кетіңіздер. Бәлкім солардың бірін видеоға шығаратын боламын.